Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Тарау атауы бізді қоршаған әлем. Сабағымыздың тақырыбы мен қайда тұрамын. Оқу мақсаты өз мекен жайын атау және елді мекеннің географиялық орналасқан жерін сипаттау. Сенің білетінің өзің тұратын жердің қайда орналасқанын білетін боласың. Қазақстанның көрікті жерлермен танысатын боласың. Сенің меңгеретінің өз мекен жайының атауын, елді мекеннің орналасқан жерін сипаттау. Тірек сөздер. Географиялық карта. Жер бетінің толық немесе бөлшекті формасының кішірейтілген нұсқасы. Көрікті жерлер елді мекендегі ең көрікті және ерекше орындар. Енді Қазақстан картасына назар аударайық. Географиялық орын дегеніміз сенің қалаң немесе ауылыңның орналасқан жері. Сенің қалаң немесе ауылыңның орналасқан жерін сен көкжиек тұстар арқылы анықтай аласың. Мысалға, солтүстік ол картаның жоғары жағында орналасқан, оңтүстік картаның төмен жағында орналасқан, шығыс жағы картаның оң жағында, ал батыс жағы картаның сол жағында орналасқан. Балалар, бүгін біз сендермен Шоқан Уәлиханов туралы танысамыз. Өйткені Шоқан Уәлиханов көп саяхаттаған және жүрген жерлерін картаға түсіріп отырған. Ол кісі саяхатшы, ғалым, суретші және ағартушы. Қазір бүгін сендермен саяхаттап Қазақстанның көрікті жерлеріне барамыз. Баянауыл Павлодар облысының оңтүстік шығысында орналасқан. Баянауыл тауларының табиғаты өте көрікті. Табиғаттың әдемі, сұлу келген тас мүсіндері дәл осы орталық бөлігінде орналасқан. Мұнда Сағынды көл, Жасыбай, Торайғы көлдерінің жағалауындағы әсем құздар, бейнелі, алуан бейнелі алып жартастар, үңгірлер, тау етектерінен аққан бұлақтар ерекше көрік береді. Ұзақ жылдар бойы жел мен судың әрекетінен түрлі мүсіндер пайда болған. Мысалға, жұмбақ тас, көгершін құсын тауын тамашалай аласыңдар. Шерқала тауына назар аударайық. Шерқала тауы Маңғыстау облысының төсінде орналасқан. Сырттай қарағанда адам оны әртүрлі нәрсеге ұқсатады. Кейбіреулер төңкерілді кесеге ұқсатса, енді біреулері таудан кәдімгі киіз үйдің бейнесін көрген. Ал негізінде ол кемеге ұқсайды екен. Шағын шатқалы, шағын каньоны. Шатқал Алматы қаласынан 195 км шақырымда орналасқан. Шағын шатқалы жасы 12 миллион жылға жуық шөгінді тау жыныстардан қалыптасқан табиғат ескерткіші. Каньон құздарының биіктігі 150-300 метрге жетеді. Ұлытау қазақ халқының тарихи орталығы. Ол Қарағанды облысында орналасқан. Ұлытауда көптеген ғасырлар бұрын қазақ тарихында маңызды рөл атқарған тарихи бетбұрыстар орын алған. Бұл өңір халқымыздың сұлтандарын ақ киізге көтеріп хан еткен жер. Аңыздардың желісіне орай Асан Қайғы осы жерді қазақ халқының өмір сүруіне ыңғайлы жерұйық деп айтқан. Еліміздегі ең ұзын көпір Семей қаласында орналасқан екен. Семей қаласы Шығыс Қазақстан облысына жатады.
Семей қаласындағы аспалы көпір 2000 жылы 17 қазанда салынған екен. Ертіс өзені арқылы өтетін аспалы көпірдің ұзындығы 750 метр. Биіктігі 90 метр, ені 35 метр. Балалар, сендер өздерінің қай қалада тұратыныңды, қаланың көшесін және өзіңнің тұратын үйіңнің және пәтеріңнің нөмірін білуің керек. Балалар, сенің туған күнің сияқты, сенің өз қалаңның да туған күні болады. Өзінің тарихы бар. Сол сияқты әрбір қаладағы көшелер тегіннен-тегін қойылмайды. Олар белгілі бір атақты адамдардың есіміне байланысты қойылады. Ал кел ойнайық. Қазір сен тақырыпқа сәйкес суретті белгілеуің керек. Шерқала тауы ғажайып кемеге ұқсайтын тау. Ойлана ғой. Сен жауабын дұрыс айттың деп ойлаймын. Шерқала тауы ғажайып кемеге ұқсайтын тау. Екінші суретке назар аударамыз. Суретке сәйкес сөйлемді белгіле. Қазақ ақындары Ұлытауды өз жырларына қосқан. Еліміздегі ең ұзын көпір Ертіс өзенінде салынған. Баянауыл тауында әдемі жартастар мен қарағайлы ормандар бар. Ал ойлана ғой. Әрине, сен дұрыс таптың деп ойлаймын. Баянауыл тауында әдемі жартастар мен қарағайлы ормандар бар екен. Сабағымызды қорытындылайық. Географиялық орын өз мекенінің орналасқан жері. Картада өз қаланың географиялық орнын ажырата білдің. Туған өлкеңдегі көрікті жерлермен таныстың. Шоқан Уәлиханов жүрген жерін картаға түсіргенін білдің. Көшеге атақты адамдардың есімі берілетінін білдің. Балалар, сендерге үйге мынандай тапсырма беріледі. Сендер қолдарың бос болған кезде мынандай қағаздан түрлі өздеріне осындай ойыншық жасауларыңа болады. Бұл жерде сен үйіңнің номерін, пәтеріңнің номерін, көшеңнің номерін және қаланың атауын жазаласын. Әр жағына өзіңнің қаланың тарихына кішкене мәлімет жазуыңа болады. Келесі тапсырма. Сенің қалаң Қазақстан Республикасының қай бөлігінде орналасқан картадан іздеп тауып көр. Өзің тұратын қаланың көрікті жерлері туралы әңгімеле. Өзің тұратын көшеңнің атауының тарихы жайлы жазып көр. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.